Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен шек қарыннан осындай әдемі қуырдақ әзірлейміз. Қарнымызды тазалап болған соң тұзды сумен жақсылап жуып, бір қайнатып төгеміз. Сосын осылай қарнымызды ұзынша қылып, шектерімізді де өз қалауларыңызша турап алыңыздар. Пиязымызды жарты бөліктен осылай турап аламыз. Мен 5 пияз қостым, себебі пияз өте жұмсақ әрі дәмді қылып дәмін кіргізеді. Қызып тұрған табамызға күнбағыс майын құйып, шек қарнымызды ең алдымен салып, суы тартылғанша өзін жақсылап қуырып аламыз. Осылай қуырылып жатқанда дәміне қарай тұзымызды қосып, жаңа тураған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде 4 тіше сарымсағымызды турап, үстіне салып қуырамыз, себебі дәмінің иісін келтіреді. Айтпақшы достар, менің тағамдарым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Дәмін келтіру үшін бұрышымыз бен лавр жапырағын салуды ұмытпаңыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды салып, лавр жапырағын қосамыз. Достар, болгар бұрышын қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мен қостым. Үлкен бір сәбізді осылай ұзынша қылып турап алдым. Ал сіздер өз қалауларыңызша үкіштен өткізсеңіздер де болады. Баяу отта сәбізімізді салып, қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып болған соң, қайнап тұрған жарты кесе суымызды құйып, бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Шек қарнымыз пісуге жақындағанда, осылай картошкамызды ұзынша қылып турап, және бетін жауып біраз уақыт қойып қоямыз картошкасы піскенше. Міне достар, менің осындай шек қарнынан жасалған қуырдағым ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.